бар міне. Жоқ, енді дәлелдеші енді, өлетеген дәлелдеші енді. Қалай дәлелдейсің? Жоқ, сотта сен қалай дәлелдейсің? Мен мысалы мынаны алып тастай салуым мүмкін ғой, өт емес деп. Сен қазір дәлелдейсің. Мұны қалай жазады мынау, өт емес деген жазамайды ғой мынау. Жазып отыр ғой. Так. Мынау бүйтеді маған. Өт ламшық салып қойғасы ба дейді. Қашан кіргізгенін көріп жіберейік. Алматыда айнап жатса? Иә. Қашан кірген? Мен ше енді қарайық. Самай қой қолы. Көрінбейді, бері қайтелей, сыртқа шығарыңыз сіз. Қашан өтеміз. Кеше өтті. Сөзім омам? Так меттік? 2026 жыл. Енді өт неге қондырып алдыңыз онда? Өт қойғыза жоқ. Өт емес па? Өзің қой, ламшық па? Өзің кеміз? Ламшық өт. Ма, екін сашы ма? Бұл заводтан мынандай ламшықпен шықпайды. Kan бивет екен тальдыш. Ашы. Бивет екен мынау. Обычный лампочка деген ол обычный лампочка. Бұндай камри ешқашан шықпаған заводтан бұндай ой. Мына қай жақ просто сары лампочка. Қай жақтың машинасы екенін білесің ба? А? Білмедім. Кел. Қазақстандықтар білмеген айтады. Кел. Вот бұның үстінде қар болу керек. Мынау кәдімгі лампа. Мынау лупа. Бивет емес. Бивет емес. Бивет емес. Бивет болса не істейсің? Міне простой лампочка, міне мынандай болады міне. Простой лампочка мынандай. Хорошо, мен сізге әкімшілік хаттама жасақтаймыз, өзіңіз жүріңіз, келіспесеңіз соттасамыз. Сен дәлелдесейші ма бивет екен? Сен қалай дәлелдемей жазасың сен? Сен көзіңмен ашасың да айта саласың ба сонда лет деп мынау? Лет емес бұл. Соттасамыз ғой, соттасқанда шығарамыз. Сен қалай сонда дәлелдемей жатып? Дәлелде маған. Өт екен. Анау ол сотқа барғанда дәлелденетін нәрсе. Сотта сен сотта производствода бұл қай жылғы көлік өзі автокөлік? 2012. 2012 тем более болған жоқ Камриде. Лампа мынау. Иә. Қарсы болсын. Сен дәлелдеші сен лупа екен. Бивет екен. Мынау 50-лік қой дұрыс па? Мынаны өт дейді. Әрине өт. Әрине бивет. Простой бар міне. Жоқ, енді дәлелдеші енді, өлетеген дәлелдеші енді. Қалай дәлелдейсің? Жоқ, сотта сен қалай дәлелдейсің? Мен мысалы мынаны алып тастай салуым мүмкін ғой, өт емес деп. Сен қазір дәлелдейсің. Мұны қалай жазады мынау, өт емес деген жазамайды ғой мынау. Жазып отыр ғой. Өт деген түспейді бұлай. Қалай түседі енді? Енді қалай түседі? Міне простой лампочка мынандай аппақ болады, мынандай болады міне. Простой лампочка тұрады. Лупа. Өт емес. Бұларда қарастырылмаған. Заводтан былай шыққан. Заңсыз қайсысы? Заңсыз қайсысы? Не заңсыз? Заңсыз лупа қайсысы? Заңсыз. Заңсыз лупа билетінде қай-қайсысында заңсыз болып есептеледі. Точно ма? Маған билет қондырылған. Билет емес. Өт те емес, билет емес, кәдімгі лампа. Кәдімгі лампа мынандай болмайды. Осындай болады. Хорошо, жақсы, үйіңізді айта қойыңыз. Үйіңді айтпаймын, не үшін айтамын? Не үшін айтамын? Сен не үшін тоқтаттың мені? Хаттама жасақтаймыз. Жоқ, не үшін тоқтаттың мені? Сізге қатысты әкімшілік хаттама. Жоқ, не үшін тоқтаттың? Онда дәлелде мынаны. Мен сізге дәлелдеймін. Мен машина шекті қойшы. Дәлелдеймін жоқ, дәлелден тұр ғой. Соқыр адам көреді ғой оны. Так, бивет екен дәлелдеші енді. Оны дәлелдейтін несі бар? Көзіңізге көрініп тұр ғой, өзіңізде біліп тұрсыз. Мен өт емес пе? Простой лампочка дейтін, міне простой лампочка міне жатыр міне. Кәдімгі лампа. Простой лампа. Кәдімгі лампа. Үйіңізді айта қойыңыз. Уақытыңыз алады, өзіңіздің де, менің де. Жоқ, сен дәлелдеші менің лампа бивет табылған. Сен дәлелде мынау бивет емес деп. Бивет салынған. Заңсыз сен ананы айтасың, мынаны айтасың. Сен ол бойынша тоқтатқан жоқсың мені.
Не бойынша тоқтады? Мен де айтып тұрған жоқпын ба? Сіздікі транзит болды. Иә, түгел ма? Фары. Құжатың түгел ма? Құжатыңыз мен сізге құжат деп тұрған жоқпын. Ледіңізді айтып тұрмын. Биледіңізді. Жоқ, сен мені не үшін тоқтаттың? Фарыңыздың түсі, түрі өзгертілген. Жоқ, не үшін тоқтаттың мені? Заңында просто ламчик болу керек. Жоқ, сен тоқташы, оны қумашы сен доказать. Оны қуам, соны толтырайын деп тұрмын ғой, соны түсіндірттім сізге сол. Сен мені сол мақсатпен тоқтаттың басында? Жоқ, мен сізге транзит тоқтаттым. Транзит автокөлік үшін тоқтаттым. Сосын нарушениеңізді көрдім, әкімшілік хаттаманы ол билет емес, лед кәдімгі не? Билет емес, жазып бересіз, иіңізді айта қойыңыз. Айтпаймын енді. Не себепті айтпайсыз? Айтпаймын, сен дәлелде менің билет екенімді. Билет қой, мен сізге айтып тұрмын, хорошо, тоқтасамыз, келіспесеңіз. Мен саған келемін да қазір, мен саған сен точно кәдімгі несің ба? Милициясың ба деп айтсам. Менің дәлелім бар ғой мына. Енді сен маған да сөйтіп дәлелдесейші сөйтіп. Сіз билет емес екенін дәлелдеңізші, сізге мен ғой айтып тұрған. Сіз айтып тұрсыз, сіз маған айтып. Жоқ, мен не үшін дәлелдеймін? Сен дәлелдеу, сіз полиция дедіңіз ғой. Сен хорошо, сотқа барғанда дәлелденеді бәрі. Міне мен полициямын. Мен ойтып соттасатын уақытым жоқ. Мен как она есть қазір данный моментте шешіп кетейікші, болды. Иіңізді айта қойыңыз, данный моментте шешетін болса. Мен иінімді айтпаймын. Данный моментте әкімшілік хаттама жасап қалады. Заңға бағынбайтын болсаңыз 667 бап дейтін бар, иіңізді айта қойыңыз. Сіздің қасыңыздағы не қайда? Адамыңыз қайда? Қасында не аласыз? Өзіңізге жауап беріңізші. Не қыласыз? Оны не аласыз? Мен не қыласың? Билет салам ба, салмай ма? Не қыласың мен? Енді сен де не қыласың деп отырсың сол сияқты ғой. Не аласың? Мен қасында. Мен де не қыласың? Билет салам ба, салмайм ба? Өз-өзіне жауап береді. Мен де өз-өзіме жауап бере аламын. Точно ма? Полноценный инспектор. Әкеш жүзекке соғайшы. Соға беріңіз жүзекке. Иіңізді айта қойыңыз маған. Айтпаймын мен, сен дәлелде маған. Жүзектен ар жағына тағы соғыңыз. Жүзекпен қорқытып тұрсыз да? Саламатсыз ба? Так, маған көмек қажет еді. Мен Алматы қаласынан келе жатқан едім. Кеше ғана автокөлігімді алып шығып келе жатқам ғой. 1097 деген автокөлік мені тоқтатты, полициясы 06 деген. 1097. Мемлекеттік белгісі 1097. 06. Енді келіп, маған жаңа жолдың жағасында жолдың шетіне шықпай КамАЗ автокөлігін тоқтатып, бізге мешайт етті да. Сол кезде мен келдім да, айттым, есігіңізді жапсаңызшы, мына мешайт етіп қалды деп айттым. Сөйтіп, сол сөзге намыстанып келіп, мені келіп, мына бензин құйып атқан неден келіп тоқтатып, енді менің машинамнан, в общем, кінә іздеп, по-любому сені жазам анау-мынау дейді да, менің полный затым заңды да. Заңды сіздің қандай нарушение? Бүкіл затым заңды да менің. Енді маған келіп, құжатың деді, құжатым түгел, құжатым қолына ұстаттым. Полный не қылып болғаннан кейін машинаны айналып шықтап, машинаңа лед салып алыпсың ғой дейді. Менде лед екенін сен дәлелде деймін да, бұл дәлелде алмайды, мен саған айыппұл жазам дейді. Не керек сіздікі лед екенін көрініп тұр ғой, простой лампочка. Енді маған 102-ден адам қажет, келсінші мына жаққа. Көмек қажет маған. Еще қасында екінші адам жоқ бұл кісінің. Жалғыз өзі келген. Мынау ниет деген нені білесіз ба? Мынау Ақтауға жаққа шығатын жолының бойында ниет деген бензин құятын. Иә. Қолыңызға енді үйіңізді айта қойыңыз. Жоқ, қазір соқсын. Кесін. Үйіңізді айтасыз? Қазір соқсын маған, сөйлесейін. Сосын айтамыз, асықпа. Сөйлесе беріңіз. Бұл сөйлескен бірден өзгертеді ме? Ледіңізді просто лампочка қылып беремін әлде? Жоқ, қалай сөйлейсің сен? Қалай сөйлеп тұрмын мен? Сен что-то қызуғандысың ғой? Неге қызуғанды? Неге семейный жағдай болған жоқ па үйіңде? Мен семьяның жұмысқа не қатысы бар? Білмеймін ғой, что-то қызуғандысың ғой. Жоқ, ол соққанда сіздің лампочкаңызды жөндеп сөйлесейші адаммен. Ол сіздің лампочкаңызды Сіз мемлекеттің адамысыз ба? Сіз деген кәдімгі эстетика деген болады, білесіз ба? Соны сақташы соны. Намысыңызға Саған түсе алама. Неме, сонда сенің ғана нең сөйлейді деп ойлайсың ба не? Сөйлемей-ақ қойсын, мен сөйлесін деп тұрған жоқ. Сонда бізді не қылатын адам жоқ па сонда? Біздің заңымызды не істейтін, кәдімгі біздің жаңағы құқығымызды таптатпайтын адам жоқ деп ойлайсың ау деймін бе? Неге адам жоқ? Тек қана сен кім сөйлейді деп ойлайсың ба? Менікі сөйлемей-ақ қойсын, менікі сөйле деп тұрған жоқ ешкімге. Сіздікі өзіңіздікі заңсыз, сіздің лампочкаңызды келіп ауыстырып бермейді келген адам, келсін деп тұрсыз ғой енді. Жоқ, оны жаңағыдай заңды ма, заңсыз ба? Оны сен дәлелдей алмадың ба? Дәлелің жоқ па? Болды ғой, қойшы, дәлелің жоқ қой сенің. Неге дәлелің жоқ? Сіздікі құрсын, тап-таза лед қой, билет. Билет емес.
соқсын. Ассалаумағалейкум. Айтамыз. Отыр. Жаңа 102-ден кім келді, сіз ба? Айтамыз. Отыр. Бейне бақылау жазылды. Так. Жаңа сіздің қасыңыздағы адам қайсы? Үшінші адам, екінші адам. Жаңа КамАЗдың қасында мына кісінің қасында екінші сен ба? Оны аласыз, айтамыз. Сен ба? Жақсы. Жалпы сенсің ғой да? Иә. Так. Сол КамАЗды тоқтатып отқан сіз бердіңіз. Ай КамАЗ. Жаңа мына шеттегі да, жолдың бойында. Ау? Мына жолдың бойында да, КамАЗ автокөлігін тоқтатып отқан кезде. Мен ғой. Сол кезде сен бердің? Мен тоқтатып тұрмын. Сен емес едің. Мен не тоқтатып тұрмын. Сол кезде КамАЗ автокөлігі жолдың жағасына шығып, есігін ашып қойған. Сөйтіп мен бұл кісіге айттым. Бізге мешайт етті да, мына екінші бағыттан машина келе жатқан кезде, енді мынау есік ашып қойғаннан кейін біз қашамыз ғой екінші бағытқа. Сол кезде мен айттым, есігіңізді жауып қойсаңызшы деп айттым. Сөйтіп, бұл кісі сол сөзге намыстанып келіп, мені келіп, мына бензин құйып жатқан кезде келіп тоқтатып, мен бензин құйғанымды күтіп, маған бүйтеді. Оу, мияққа келшейші дейді. Кім оу деді? Сөйтіп айтты. Мына видеода жазылған. Ондай әңгіме айтпашы. Видеода шығады. Видеода шығады. Хорошо, жақсы шығара беріңіз. Солай айтты да, маған солай айтты да. Енді ол деген қалай сонда? Ана жақтан келіп, намыстанып келіп, сол сөзді айтқан үшін соған келіп тоқтатты ма сонда? Олай айтқан жоқ болып тұр сізге. А? Олай айтқан жоқ. Жоқ, видеода дәлелде. Видео жазып қойған. Мен қалтама салып келіп, видеоны әдейі қосып алдым. Қазір сондай сөз айтады. Көрсетсеңіз айтпай. Иә. Енді мысалға да, енді менің айтқаным заңды ма, заңсыз ба? Мен айтқаным. Мысалға да, мен жаңағы, машинаның есігін жауып қойсайшы, бізге мешайт етті ғой. Жаңағы жол апаты болмасын деген сияқты да. Жоқ, бара тұрсын жерде болады. Соның қасында тұрады ма? Ана қасына бара береміз. Давай. Кімдер келді? Қайдан келсін? Келсін. Алматы. Келсін жақсы. Кім деген полиция? Фарына билет десем, бұл кісі айтады, фарм билет емес дейді. Фарыңыз жағыңызшы. Жанып қой. Бұларда простой ламчик болады деймін, мынандай заводтан. Жоқ, не мақсатпен тоқтатыңыз сіз? Соны айтыңызшы. Бір сұрақ қайта қоя бересіз ба, әлде өзіңіз сондай адамсыз ба? Сондай адам, Сондай иә. адамсыз ба? Иә. Мен сізге 10 рет айтып түсіндірдім, айта беремін. Енді тағы айтыңыз. Маған үйіңізді айта Тағы тыңдағым келеді. Мен айтпаймын сізге. И так білесіз, запись айналдырып қарасаңыз көресіз өзіңіз. Бүйтіп айттың, иә? Өзіңіз Келдің. Ана жақтан тоқтаттың. Сосын құжатыңыз дедіңіз, иә? Құжатың түгел ма? Түгел, иә? Болды енді, не айқай? Неге сізде билет тұрған жоқ? Сен оған келген жоқсың ғой сен. Нарушение көрдім, көзбен көргенсіз, сіз жіберіп қоймайын ғой. Точно билет па? Иә. Дәлелде енді билет екен.